Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай тәттінің рецептін ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Шығыны аз, өте дәмді болып шығады. Бізге керегі 7-8 шақты алма. Алманы тазалап жуып, ортасынан кесіп, дәндерінен тазалайтын боламыз. Құрметті көрермен, осы видеоның астына өз ойларыңызды немесе пікірлеріңізді қалдыруыңызды сұраймын. Және де осы видеоның ары қарай дамуына үлес қосуларыңыз үшін лайк басуларыңызды сұраймын. Сіздер үшін өте оңай, мен үшін өте маңызды. Алманы осылай кесілген жағымен пергамент қағазына орналастырамыз және де 200 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Алма пісіп жатқан уақытта біз осындай агар-агарды екі қалташасын бір ыдысқа салып, үстінен 150 грамм жылы су құйып араластырып қойып қоямыз. Бұл ісіну керек. Алмамыз пісіп шықты, осылай қабығы көтерілді. Қабығын алып тастаймыз. Қоқысқа тастамай шаймен жесеңіздер де болады, өте тәтті. Мен тастаған жоқпын. Осылай ішкі алманың ішін бір ыдысқа салып, қабығын бір тәрелкеге жинап алдым. Енді алмамыздың пюресін осындай блендермен езетін боламыз. Блендер жоқ болса, жаңа вилкамен немесе қасықтың көмегімен осылай езіп аламыз. Үстінен қантымызды салып, жаңағы ісіп тұрған агар-агарымызды, бұл агар-агар 20-30 минут осылай ісу керек. Суда бұғу керек. Осыны араластырып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Енді екі жұмыртқаның ағын бөлек ыдысқа салып, ішіне сарысы түсіп кетпеу керек. Бұл жұмыртқаның ағын қазір біз миксермен араластыратын боламыз. Кішкене көпіршіп бастағаннан кейін үстінен 200 грамм қант салып, жақсылап аппақ өзін ұстайтын көбік болғанша араластыратын боламыз. Міне формасын осылай ұстайтын болады және осының үстінен жарты шай қасық лимон қышқылын салатын боламыз, яғни лимонная кислота, және тағы да кішкене араластырып аламыз. Енді табамыздың түбі қалың болу керек. Түбі қалың табамызға жаңағы пюремізді салып 10-12 минут қайнататын боламыз. Қайнап бастағаннан бастап 10-12 минут қайнатамыз. Осылай астын қозғап араластырып тұру керек, немесе күйіп жабысып қалады. Енді осы ыстық пюремізді жаңағы жұмыртқаның ағына аз-аздан салып араластыратын боламыз. Бәрін бірден салып жүрмеңіздер, аз-аздан салып, массамыз осындай болып шығады. Енді осы дайын болған массамызды әртүрлі формаға салып қатыратын боламыз. Мен осындай ыдысқа целлофан пакетін салып, немесе пищевая пленканы төсеп, осылай құйып алсаңыздар болады. Менде осындай екі ыдыс шықты. Осыны енді бір жарты сағат 40 минутқа бөлмеде қалдырамыз. Жарты сағаттан соң осылай өзі қатып бастайды. Енді формадан шешіп алып, өзіңіздің қалаған формада кессеңіз болады. Мен 4 бұрышты етіп кестім. Целлофан пакетімізді осылай төсегеннің арқасында ол ыдысқа жабыспай шығады және өзінің формасын жақсы ұстайды. Домалақ ыдыстарға қойып, кішкентай домалақ ыдыстарға қойсаңыздар да болады. Немесе осылай мен сияқты 4 бұрышты етіп кесіп алсаңыздар болады. Өзінің формасын өте жақсы ұстайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмді болып шығады. Құрметті көрермен, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, осы видеоның астындағы поделиться батырмасын басып, өз достарыңызбен WhatsApp желісі арқылы бөлісуді сұраймын. Бұл менің арнам үшін өте маңызды. Барлығыңызға рахмет. Осылай қант ұнтағына аунатып алдым, олай жасамасаңыздар да болады. Барлықтарыңызға ас болсын.